Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Алдағы апта өте қызықты, кем дегенде екі жекпе-жек бар, демек YouTube арнаға да бір-екі ауыз сөз айтып қоятын уақыт келді деген сөз. Ислам Махачев жартылай орта салмақта өзінің титулын қорғайды, және Мықтыбек Оралбай да бар картта. Дәл осы екі жекпе-жекте толығырақ тоқталайық. Бүгін талқылап көрейік. Әдеттегідей бастамас бұрын YouTube-та оны жақсы көреді, әрдайым айтып отыру керек дейді. Менің арнама қош келдіңіздер, тіркеліп жазылып отырыңыздар, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Одан бөлек менің әлеуметтік желілеріме шақырам, Telegram, Instagram, әсіресе Telegram. Арнама кіріңіздер, қосылыңыздар. Ол жерде енді жиірек байланысқа шығып тұрамын. Қысқа өзімнің бір ММА жалпы жекпе-жек жайлы ойымды айтып тұрамын. Дәл осы видеоның астында сілтемесін қалдыратын боламын. Ендеше UFC 330 турниріне келейік. Мықтыбек Оралбай бізде Джеремайя Уэллс деген америкалық жігітпен қолғап түйістіретін болады. Жалпы өте тәжірибелі, бір UFC-дің бір белді мүшесі деуге болатын шығар. Бір асып бара жатқан түгі жоқ. Жасы 39-ға кеп қалған, соған қарамастан енді шынымен де бабында, бір қартайып қалған, дәуір өтіп кеткен спортшы деп айта алмайсың. Енді техникалық мүмкіншіліктері ортаң ғой. Бұл да шындық. Бірде жеңіс, бірде жеңіліс, әйтеуір әупірімдеп UFC-де жүрген адам. Бір жағынан бізде Мықтыбек Оралбай өте қарқынды келе жатқан жігіт. Оппозициясы UFC-де өте жоғары, бірден Уруш Медичке қарсы жекпе-жектен кірген адам, және бір мәрте ғана UFC-де ұтылған адам. Оның өзінде төрешілердің шешімі екіге бөлініп, Ребецке қарсы жекпе-жек әлі де есімізде. Енді UFC тарихындағы ең бір қанды сұрапыл жекпе-жектердің бірдегі болатын шығар. Міне осындай екі жігіт бізде кездесіп отыр, және бір қызығы Джеремайя Уэллс Мықтыбектің өткен қарсыласына өте ұқсас. Біріншіден дене бітімі, былай тығыншықтай жалпақтау келген, аяқтан нық тұратын, сондай бір иықтарда кәдімгі үлкен спортшы. Стиль жағынан да ұқсас, бірақ Уэллсті мен Крис Кертиске қарағанда Уэллс әлдеқайда жақсырақ күресе алады деп айта алар едім. Әсіресе бұған дейінгі жекпе-жектерінде соңғы айқасында көп күрес қолдана алмады. Бірақ оған дейінгі жекпе-жектерде тәп-тәуір өзі шабуылдайтын күрес жасаған. Күрес жайлы қазір тағы да сөз қозғайтын боламыз кейінірек. Стилі жағынан ұқсас, яғни былай алып қарайтын болсақ, Мықтыбек негізінен дәл осы Крис Кертиске қарсы қалай жекпе-жек өткізді, айнымай солай өткізсе, негізінен жеңіп алуға болатын қарсылас болып көрінеді. Естеріңізде болса, Крис Кертиске қарсы қалай, ол жерде қарқын, яғни темппен алды. Онындай темпті енді екінің бірі көтере алмайды. 3 раундтың ішінде 19 тейкдаун дегеніміз, бұл өте үлкен көрсеткіш, және қателеспесем бұл жартылай орта салмақтың жаңа рекорды. Яғни 15 минутта 19 тейкдаун, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Орташа есеппен 1 минуттың ішінде 1 тейкдаун жасалған. Яғни тейкдаун қысым көрсетеді, аяққа тұрған кезде уысынан шығармай тағы да лақтырады деген сияқты. Бұл шынымен де өте үлкен бір кардио дайындықты қажет ететін дүние, және Мықтыбек ондай темп ұсына алады да. Мына жерде Уэллс, негізі Уэллс ондай өте жоғары қарқында жекпе-жек өткізбейді. Алып қарасаңыздар, ол әрдайым үзіліс алып отырады. Яғни шабуылдайды, кішкене үзіліс алады, және жалпы бір қарқынды көтеріп, жоғары бір қарқынды, қатты бір жылдам төгілісетін адамға ұқсамайды. Жекпе-жектердің барлығы сондай. Бір қарқында, керісінше бір орта қарқында өзінің функционалдық даярлығын, кардиосын 3 раундқа созып, бүйтіп есептеп өткізуге тырысады да. Міне мәселе осы жерге барып тіреледі менің ойымша. Егер Крис Кертиске қарсы болған стильді, мәнерді Оралбай ұсынатын болса, онда Уэллстің жағдайы қиын. Өйткені Уэллс күресе алады деп айттық қой, енді орта деңгейде күресе алады. Негізінен Америка күрес мектебінің бір стилі байқалады. Бұл жігіттің мәнерінен ол негізінен былай күшке салып күресетін, қатты бір торға күшке салып итеретін, итеріп барып тейкдаун жасайтын, негізінен қара күшке бір тірелген, негізделген шабуылды жасайтын адам, күресі сондай. Мықтыбек бізден не істейді? Мықтыбек бұл енді
толыққанды ММА күресті меңгере алған адам. Мына жақта кішкене бір еркін күреске ұқсастау болса, Мықтыбектің күресу мәнері кішкене басқаша. Мықтыбек бұл жерде қара күштен бөлек техникасын алады. Иә, қарсыласты торға тіреп қалай шаршату керек, қалай зықын шығарып жіберу керек, соның барлығын меңгерген адам. Сондықтан бұл жерде мен үшін бір үлкен фаворит демей ақ қояйық, бірақ бұл жекпе-жектің фавориті мен үшін Мықтыбек Оралбай. Кем дегенде төрешілердің шешімімен жеңіске жетеді деп ойлаймын. Негізінен екінші раундтан ары қарай, мысалы 7-8 минут дейікші, 15 минуттың 7-8 минутынан былай қарай мерзімнен бұрын жеңіске жету мүмкіншілігі де арта түседі менің ойымша. Бірақ Уэллс Кертис Стивенске қарағанда Крис Кертиске қарағанда әлдеқайда Мықтыбекке қарсы жақсы төбелесі оған да таң қалмаймын. Өйткені қалай дегенмен сәл де болса Кристен менің ойымша күрестегі шеберлігі сәл де болса жоғары болып көрінеді. Яғни жекпе-жек негізінен көбінесе 4 тағанда өту керек, партерде өту керек. Әрдайым қысым, шабуыл, аяқтан тұруға мәжбүрлеу, ол қаншама күш кетіріп аяққа тұрады, оны қайрадан құлатады деген сондай мәнерде жекпе-жек біздің енді біз сондай жекпе-жектің куәгері атануымыз мүмкін. Және енді көрдіңіздер ме, сосын жас айырмашылығы да қатты маңызды рөл ойнайды. Бұл жерде 28 жастағы Оралбайды аламыз да 39 жастағы Уэллсті аламыз. Қалай дегенмен, жақсы бабында деп айттым, бірақ 39 жаста ортанқол спортшымен міне өзінің бір шыңына мініп келе жатқан, тасы өрге домалап келе жатқан адаммен салыстыруға болмайды. Бұл да өте маңызды фактор негізінде. Уэллс ол баяғыда UFC-де орнын түсінген адам, айтарлықтай бір амбициясы жоқ менің ойымша. Мына жерде шынымен де бір рейтингқа ілінсем, титулға жақындасам, топтармен төбелессем деген бір өзінің амбициясы бар адам. Дәлелдесем екен деген адамға қарсы жекпе-жек. Сондықтан яғни біз психология жағынан, тек қана техника, тактика емес, психология жағынан алып қарасақ та, шынымен де бұл жерде Мықтыбекте кішкене жеңіске жету үшін бір себептер көп деуге болатын шығар. Сол, болжам сондай, бір 70-80% менің ойымша Мықтыбек фаворит, Мықтыбек жеңіске жетеді. Және енді менің ойымша төрешілердің шешімі болады. Бірақ екінші раундтың бел ортасынан ары қарай мерзімнен бұрын жеңіс болса, мен бұған таң қалмаймын. Уэллс әрине жеңе алады. Уэллс ол үшін не істеу керек? Уэллс ең алдымен күрестен дұрыс қорғана білу керек. Және күрестен өте көп қорғану керек. Көрдіңіздер ме? Ол егер қорғанып тұрғанның өзінде де біз андай торға тіреп бір контроль ұстайтын жекпе-жек көп көретін боламыз. Сондықтан шыны керек, мүмкіншіліктері өте аз, бірақ тордан аулақ болып, Мықтыбекті аяқта тұрып айқасуға мәжбүрлесе, сондай бір ит шығыс жекпе-жек жасап жүрсе, мүмкін. Бірақ аз. Бірақ бұл ММА екенін ұмытпайық, біз қағаз жүзінде бүкіл статистикаға сүйеніп былай қараймыз, іс жүзінде жекпе-жек басқаша болуы мүмкін. Сондықтан көрейік. Мен өзім жеке басым Мықтыбек Оралбайға жанкүйер боламын. Сосын мейн ивент бізде. Мейн ивент басты жекпе-жек. Ислам Махачев алғаш рет өзінің титулын қорғайды 77 келі салмақ дәрежесінде. Менің ойымша, енді бұндай антропометриясы зор, кәдімгідей дәу, бойшаң, денелі, аяқ қолы ұзын жігіттер енді мансабында болмағанда шығар. Бұл нағыз 77 келінің, керек десең уақыты келген кезде 84-ке де оп-оңай ауыса алатын жігіт. Енгериді өзім былай көргем, өте жақын, шынымен де өте денелі, бойшаң жігіт екен. Кәдімгі бір атлет деуге болатын шығар. Атлетизм бойында бар енді бұл жігіттің. Міне осындай қарсыласқа қарсы жекпе-жек өткізгелі отыр. Әрине бұл жерде Ислам Махачев қазір жалпы өз салмағында емес, бұл әлемдегі ММА тарихындағы ең үздік спортшылардың бірі, сөзсіз. Өзі бар жоғы 10 адам UFC тарихында 2 салмақта чемпион атанған. Оның 3-еуі ғана бұған дейін титулдарын қорғаған екінші салмақта. Көбі қорғамаған екінші салмақты алғанның өзінде де
Сондықтан қазір бұл тіпті ММА тарихындағы ең бір сол Джон Джонс, Гармия, Емельяненко, Хабиб солармен теңесетін адам, қазірдің өзінде теңесіп тұрған адам. Сондықтан әрине барлығы исламды фаворит дейді, және бұл жерде көрдіңіздер бір бабы төмендеп бара жатыр, болды, шаршап бара жатыр, дәуірі өтіп бара жатыр дейтіндей бір алғы шарттары жоқ. Сол себепті ислам фаворит. Ол өйткені чемпион, соңғы жекпе-жегінде айтарлықтай бір қиыншылықтар көрген жоқ. Яғни оны фаворит деп есептеу менің ойымша орынды. Бірақ ол фаворит міндетті түрде жеңеді деген сөз емес. Бізде көбі шатыстырады, міне осыны фаворит деп айтса, мынау бітті ұрады, жеңеді, сөйтіп айтты дейді. Бірақ мәселе онда емес. Қағаз жүзінде солай, ал іс жүзінде жекпе-жек қалай болады? Бұл жерде өте қызық, өйткені бұл жерде жаңа мысалы Мықтыбектің жекпе-жегінде темп, қарқын, жекпе-жектің мысалы Оралбай қалай қысым көрсетеді, соған байланысты десек, бұл жерде менің ойымша арақашықтыққа көп нәрсе байланысты болады. Өйткені бой айырмашылығы біраз бар, 10 сантиметрдей. Сосын оған Иэн Гэридің жалпы стилін қосыңыздар, бұл негізінен екінші нөмір болып төбелесетін адам, күтіп алып төбелесетін адам. Сондықтан көп калф кик, лоу кик, джеб, яғни қашықтықтан бір қауіпсіз соққылар көп болады. Өте көп қимылдайды, өте көп торға жақындамауға тырысады. Тейкдаунға ілігіп қалғанның өзінде де Дэмиан Майя екеуі енді біраз бас қатырып, біраз нәрсе дайындаған шығар. Грэплингте де біраз маза бермейді, өйткені енді Джек Делла Мадалена сияқты бір адасып кеткен адам ұқсап көз бақырайып жатпайды ол жерде. Бұл сөзсіз, менің ойымша грэплингте де тыпыршып бұл жігіт біраз қимылдайды. Енді Мадалена қарағанда бұл жігіттің күресі де тәп-тәуір. Бұл да факт, бұны айтайық. Тейкдаундар өте маңызды рөл ойнайды. Енді Гэридің ең осалысы осы тейкдаундар. Әсіресе мысалы Шафкат оны көрсетіп кетті, және Шафкат пен Исламның ұстастығы екеуі де клинчтен жақсы тейкдаундар жасайды. Былай көп бет-ал жоқ аяққа өте бермейді, атылмайды аяққа. Өйткені қарсы соққы ұрынып қалуы мүмкін деген сияқты. Оны жасырып кіре алатын сондай бір өздерінің техникалары бар. Міне сол жерінен қызық. Яғни тағы да сол арақашықтыққа барып тірелеміз. Махачев қалай осы арақашықтық мәселесін шешеді, қалай жақындайды, қалай қысым көрсетеді, қалай аяқтан алады, қалай клинчке кіреді, осының бәрі маңызды рөл ойнайды. Алғашқы сол 2 раунд өте маңызды рөл ойнайды. Яғни егер қателесуге мәжбүрлеп, соққы тигізбей, ұпай жинап, түрткілеп, қашып жүріп алып, велосипед қосып жүріп алатын болса, алғашқы 2 раунд, онда үлкен бір психологиялық басымдық пайда болады. Чемпион бұл жерде тіпті ол кезде онда тәуекел ету керек. Сондықтан жекпе-жектің алғашқы минуттары, алғашқы раундтары әрі қарай жекпе-жек қай бағытқа бұрылатынына қатты әсер ететін дүние менің ойымша. Сондықтан ең басына біз қатты назар аударуымыз керек. Әрине тейкдаун болады. Махачевтің орындауында, тіпті 5 раундтың ішінде бірде-бір тейкдаун болмайды дегенге мен сенбеймін. Тейкдаун болады, бірақ қашан болады? Ол сосын Махачев көбінесе тейкдаунды не үшін қолданады? Ол қарсыласты әбден шаршату үшін, тағы да қысым көрсету үшін. Мысалы Хабибтің де нұсқамаларын естіген боларсыздар, размазывай его деп айтады. Яғни оны жатқызып таста, басып таста, жаншып таста, қимылдасын, шаршасын, тұншықсын деген сияқты сондай нәрсемен айналысуға тырысады. Яғни екінші раундтан былай қарай тым кештеу болып кетуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Гэриді шаршатып үлгермей қалуы мүмкін. Сондықтан алғашқы раундтарға, алғашқы минуттарға өте бір маңызды, жеке өз басым маңызды рөл беріп отырмын. Мәселе сол жерде. Мына ирландиялық жігіт арақашықтықты сақтай ала ма? Дағыстандық жігіт сол арақашықтықты дер кезінде үзіп, қарсыласына бір жақындай ала ма деген сұраққа барып тіреледі менің ойымша. Негізінен әрине Ислам Махачев бұл жекпе-жекте фаворит. Жоғарыда не үшін екенін айтып кеттім. Енді барлығын жекпе-жек барып қараймыз. Ең ықтималды сценарий бұл әрине күрес, өте көп қысым, және менің ойымша ең ықтималды сценарий бұл төрешілердің шешімімен Ислам Махачевтің жеңісі. Тағы да таза бір жанкүйерлікке салынбай,
қайсы жеңсе де маған жеке өз басыма қатты айырмашылығы жоқ. Мысалы Мықтыбекке жанкүйер боламын деп айттым, бұл жерде мен не исламға не Енгериге бір жанкүйер боламын деп айта алмаймын. Маңызды емес қайсы жеңсе де. Сондықтан бұл жерде таза бір объективті болып айта аламын, деп есептеймін енді өзім. Сондықтан бұл жерде ойымды жоғалтып алдым. Негізі көп нәрсе сол тағы да күреске барып тіреледі. Қағаз жүзінде әрине Ислам Махачев күреседі. Ал Гери бұл керісінше қашықтыққа ден қояды деген сөз. Яғни топшылай қорытындылай келе, ең ықтималды сценарий бізде Ислам Махачевтің сол күресі арқылы жеңіс дедік. Ал Гери үшін ең ықтималды сценарий бұл велосипед. Негізінен бір 5 раундтарда тәжірибесі көп болмаса да, Исламға қарағанда, Геридің. Жалпы бұл жігіттің жекпе-жектері өте ұзақ. Соңғы бір 5-6 жекпе-жегі тіпті төрешілердің шешіміне толықтай 3 раунд, 5 раундқа дейін жетіп жатқан. Сондықтан менің ойымша бұл жерде 5 раунд фактор қатты рөл ойнамауы керек. Егер де Гери өзінен ыңғайлы қашықтық сақтай алса. Ал егер күресті беріп қойып, күресте мыжылып жататын болса, онда біраз терлеп, біраз тұншығуға тура келеді. Геридің ең ықтималды жолы жеңіске жетудің бұл сол 5 раундтық велосипед. Қашықтықтан әйтеуір сол тейкдаундар кей раундтарда ұтылуы мүмкін. Енді менің ойымша бір шамамен ұтса, апсет болып ұтып жатса, бұл не төрешілердің шешімі болады, 3-2 шамамен раунд, не болмаса тіпті төрешілердің шешімі 2-ге бөлінеді, яғни split decision. Үйтіп түрткілеп қашықтықтан жүріп алып алуға болады. Сондай сценарийға жүгіну мүмкін. Мен үшін ең басты қызық осы антропометрия қалай, қаншалықты жекпе-жекке әсер етеді, өйткені шынымен де, және кәрі деп те айта алмайсың ғой, бабының шынында қазір Енгари нағыз қызып тұрған кезінде сол жағынан өте қызық. Шынымен де толыққанды 77 келінің жігітімен, бойшаң, керексең 84-ке де шығып төбелес бере алатын бір габариттері бар жігітпен қалай төбелеседі. Өйткені жаңағы дистанция, қашықтықтан кейін екінші маңызды рөл ойнайтын нәрсе бұл габарит. Дене бітімі, қол, аяқ ұзындығы деген сияқты. Және соған қарсы Ислам Махачев қалай жекпе-жек өткізеді, Енгари бұны басымдылыққа айналдыра алады ма? Міне осы екі сұрақ мазалап отыр. Жеке өз басым салқынғанды айтсам, бұл жерде мен Ислам Махачевтің жеңісін көріп тұрмын, бірақ бұл жерде де сенсация көріп қалудың, кішігірім бір апсет көріп қалудың, бірақ кішігірім емес, менің ойымша бұл жеңіс тіпті Чимаевтың да, Тапурияның да ұтылғаннан асып кетеді, егер Ислам Махачев ұтылып жатса. Өйткені Чимаевың, Тапурияның да бұл бірінші қорғауында титулынан айырылған адамдар, толықтай бір ұзақ жүре алмады, паунд for паундта чемпион болып, мына кісіні білеміз енді, екінші салмақта чемпион, паунд for паунд, әлемдегі ең үздік файтер. Осындай жалпы ММА-дің өз салмағын қойып, ММА-дің шыңында тұрған адамның бүйтіп ұтылған, бұл шынымен де жылдың ең үздік апсеті болады менің ойымша. Міне, қорытынды осындай. Мықтыбек Оралбай, Ислам Махачев, Енгари жекпе-жектерді көрейік. Жекпе-жек қарсаңда өздеріңіз не күтесіздер, соны жаза отырыңыздар, бірге талқылап көрейік. Ал реті келіп жатса, шама келіп жатса, әрине жекпе-жектер аяқталғаннан кейін дәл осылай отырып, не көрдік, соның барлығын қорытындылауға тырысамыз. Ендеше қош сау болыңыздар, комментарийға қош келіңіздер, арнамада жазылуды ұмытпаңыздар.